Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Кеңістік пен уақыт бөлімі бойынша Оралхан Бөкейдің Атау кере повесімен танысуды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы Оралхан Бөкейдің Атау кере повесі серт бөлімі. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты шығарманы көркемдік эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Оқушылар, серт бөлімі бойынша оқиғалар тізбегіне шолу жасайық. Таған Нұрке талабы мен қамқорлығының арқасында маскүнемдіктен айыға бастайды. Оның арақты қоюға оқталған әрекетін ерік бұзады. Өйткені ерікке Тағанның арақ ішіп жүргені керек еді. Тағанның бойындағы ізгіліктің, пайым парасаттың биіктігін ащы су ғана лайлап жүрген Айнаның жүрегі ғана сезеді. Айна бірде буынып жатқан Тағанның үстінен шығып құтқарып қалады. Осы жолы Таған Айнаға енді қайтып арақ деген пәлені татып алмауға серт береді. Оқушылар, шығарма оқиғаларына байланысты сіздердің субъективті пікірлеріңізді білгім келеді. Осыған орай келесі сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Тағанның адам болғаны ерікке неге ұнамады? Нұрке әженің Тағанды аяққа тұрғызудағы мақсаты не? Қалай ойлайсыз? Таған Айнаға берген уәдесінде тұра ала ма? Рахмет. Пікірлеріңіз орынды. Сабағымыздың оқу мақсатына жету үшін мына бір ұғымды ұғынып алайықшы. Көркемдік эстетикалық құндылық дегеніміз не? Оқушылар, көркемдік эстетикалық құндылық дегенде ең алдымен тілімізге оралатын адамгершілік. Адамгершілік адамның басқа адамдармен гуманистік қарым-қатынасы. Сүйіспеншілік, өмірге тірек болатын жасампаз қуат. Дұрыс әрекет, ішкі ар-ождан даусына сәйкес мінез құлық. Қиянат жасамау, ешкімге оймен, сөзбен, әрекетпен жамандық жасамау. Жарайсыңдар оқушылар, онда тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма, шығармадағы көркемдік эстетикалық құндылықтарды кейіпкерлердің ойы мен сөзі арқылы анықтау. Дескриптор, кейіпкер сөздерін ажыратады, көркемдік эстетикалық құндылықтарды анықтайды. Назар аударайық. Ең әуелі өзіңді жеңу, тек өзіңе сеніп, өзіңе өзің тәрбиеші болу керексің. Сен адамдарға керек емессің, адамдар саған керек. Егер сен өзіңнің бұл жалғанда бар екеніңді, қолыңнан іс келетінін дәлелдесең ғана, басқалар назар сала бастамақ. Бұл кімнің сөзі? Бұны айтқан Таған еді. Мені ана деп сыйласаң, ұлым, ақырғы қолқан болсын, тиме оған. Қайта қолыңнан келген жақсылығыңды аяма. Тағанның әке-шешесінен көрген жақсылығымды бір таң айтып тауса алмаспын. Мұны айтқан Нұрке ана болатын. Сіз әйтеуір бір адамға бәрібір керексіз. Ол адамды іздеу үшін де ес ақыл бүтін, көңіл таза, сезім сергек болуы керек қой. Айнаның сөзі. Ақмақтың аты ақмақ, етегіне салған бір уыс бидайды төгіп шашып алады, немесе ап деп асап қояды. Ол бидайды үнемдеп, егіп, баптап күтіп, мол өнім алуды білмейді, немесе ерінеді. Мұны айтқан ерік болатын. Кейіпкерлердің сөздерін дәл таптыңдар. Енді кейіпкерлердің сөздерінде қандай құндылықтар байқалады? Тағанның сөзінде адамгершілік қасиеті байқалады. Айнаның сөзінде сүйіспеншілік. Нұрке ананың сөзінде қиянат жасамау. Еріктің сөзінде дұрыс әрекет.
Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Ал енді оқушылар, екінші тапсырманы орындауға көшейік. Екінші тапсырма: шығарманы көркемдік эстетикалық құндылықтар тұрғысынан талдай отырып, өмірің өз қолыңда тақырыбында әдеби эссе жазу. Әдеби эссе жазуда мына дескрипторды басшылыққа аласыздар. Тақырыпты ашасыздар, шығармадан дәлелдер келтіресіздер, эссе құрылысын сақтайсыздар. Өздеріңіз білетіндей, эссе құрылысы 3 бөлімнен тұрады. Бірінші абзац кіріспе бөлімде тақырыптық сөйлемдер және тезис болады. Ол, мысалы, бұлай болуы мүмкін. Тақырыптық сөйлемдер: біз танысқан Оралхан Бөкейдің «Атау кере» повесі бүкіл азаматтық мәселелерді қорғайды. Шығармада жеңіліс пен жеңіс, түңілу мен үміт, қиянат пен қайырым, аярлық пен адамдық, марғаулық пен махаббат арасындағы тартысты күрес керемет баяндалады. Тезис: шығармада жазушы өзінің көзқарасын кейіпкерлердің философиялық тұжырымдары арқылы тамаша көрсете білген. Повестің басты 3 кейіпкері Таған, Ерік, Айна замандастар. Алайда олардың үшеуінің көзқарасы 3 түрлі. 4-ші кейіпкер Нұрке ананың да өзіндік пәлсапасы бар. Әрқайсысы өзінің жұмбақ әлемінде өз тірліктерімен айналысуда. Екінші абзац негізгі бөлімде аргумент келтіресіздер, шығармадан дәлелдер келтіріп, сараптама, анализ жасайсыздар. Ол бұлай болуы мүмкін. Аргумент: алдыңызға мақсат қойып, соған жетуге ұмтылу басты кедергі. Діттеген мақсатқа жету үшін кедергілерді жеңе білу керек. Сараптама, анализ: менің қолымнан бәрі келеді деп өзіңізге сенгенде ғана кез келген тығырықтан шыға аламыз. Оған шығармадағы Тағанның ең әуелі өзіңді жеңу, тек өзіңе сеніп, өзіңе өзің тәрбиеші болу керексің. Егер сен бұл жалғанда бар екеніңді қолыңнан іс келетін дәлелдесең ғана басқалар назар сала бастамақ деген сөзі дәлел бола алады. Адам болып өз өміріңді өз қолыңа алуға кедергі келтіретін тағы бір нәрсе жалқаулық. Ерінбеңіз. Шығармада Ерік жағымсыз кейіпкер ретінде суреттелгенімен, оның еңбекқорлығы көпке үлгі болады. Тек Ерікті жолдан тайдырған ашкөздік болды. Ашкөздіктен аулақ болған дұрыс деп ойлаймыз. Өмірде кімдермен араласып, дос болатынымыз өте маңызды. Халқымыз ежелден жақсымен жүрсең жетесің мұратқа, жаманмен жүрсең қаларсың ұятқа деп өсиет қалдырған. Еңбекқор, айналасына мейірім төгіліп тұратын Айна, Нұрке ана сияқты қайырымды жандармен аралассақ, өміріміз шырайлана түспек. 3-ші абзац қорытынды бөлімде артық жаңалықтарды жазбайсыздар. Бұл бөлімде нақты шешім, ұсыныс, бекіту ойларыңызды жазасыздар. Ол мына үлгіде болуы мүмкін. Нақты шешім: қорыта айтқанда, өміріміздің қандай болатыны өзімізге байланысты. Ұсыныс: баршаңызды өршіл, намысшыл, биік рухты, батыл жүректі азамат болып, қоғамның дамуына үлес қосуға шақырамын. Бекіту: ойымды шығармадағы басты құндылықтар, сүйіспеншілікті, адамгершілікті, ешкімге қиянат жасамай, әр кезде дұрыс әрекет жасауды үйренсек, өміріміз өкінішсіз болады деген түйінмен қорытындылаймыз. Өз өміріміз өз қолымызда екен, ешқашан естен шығармайық. Оқушылар, біз бүгін сабағымызда Оралхан Бөкейдің «Атау кере» шығармасын көркемдік эстетикалық құндылықтар тұрғысынан талдадық. Кейіпкерлер сөздерінен дәлелдер келтіре отырып, әдеби эссе жаздық. Бүгінгі сабақты меңгеру деңгейіңізді рефлексивті нысана әдісімен бағалаңыздар. Оқушылар, шығарманы талдау барысында өзіңіз құнды бағыт-бағдар алдыңыздар деген сеніммен сабағымызды аяқтаймыз. Белсенді қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.